Бұл оқиға 32 жасар Сара Сэнд туралы. Сара 32 жасында ажырасқан 3 баласы бар ана еді. Оның бір ұлы және 8 балалары бар. Оны күйеуі тастап кеткен. Ол ата-анасымен бірге тұрып жатты. Сара Сэнд жалғыз ана ретінде пәтер алуға өз ретін күтіп жүрді. 2014 жылы оған мемлекет Сильвертаун ауданында Лондонның шығыс жағынан армандаған пәтерін берді. Жаңа ауданға ол тез бейімделіп кетті. Келе сала жұмысқа тұрып, балаларын мектепке орналастырды. Оның тұрып жатқан үйіне қарсы үйде 77 жасар Майкл Плиздет деген шал тұрды. Ол шал пәтерінде жалғыз өмір сүрді. Оны көршілері жақсы көрді. Көршілер онымен күнде көріскенде әңгіме дүкен құратын. Ол өте сыпайы, жақсы адам еді. Бұл шалмен Сара да жақсы араласып кетті. Сара жұмысынан қайтып келе жатқанда сонымен біраз уақыт бойы әңгімелеседі.